Бәріне сәлем, мен номер 201 орта мектебінің 10-шы А сынып оқушысы, экоблогер әлеуметтік бейнематериал номинациясының қатысушысы Сейтова Гүлсара. Бұл қарастырып отқан мәселелердің барлығы қазіргі таңда қоғамда әлеуметтік, экологиялық, мәдени проблемалардың жиынтығы. Оларды бір-бірімен байланыстырып қарастыруға болады, себебі бұл проблемалар бір-бірін туындатып, және де қоғамға, табиғатқа кері әсерін тигізуде. Біріншіден, рұқсат етілмеген полигондар, заңды рұқсатсыз және экологиялық талаптарға сай келмейтін жерлерге қоқыс төгілген орындар. Бұл полигондар қоршаған ортаға үлкен зиян келтіреді, топырақты, суды, ауаны ластауы мүмкін, адамдардың денсаулығына кері әсерін тигізеді. Бұндай полигондар Қазақстанда 2024 жылы 4897 үйінде тіркеліп, тек 51 ғана жойылған болатын. Қазіргі таңда бұндай полигондардың алдын алу үшін Қазақстан Республикасының экология министрлігі айыппұл салады. Жеке тұлға басына 185 мың теңге көлемінде. Қайталанған жағдайда айыппұл 2 еселі көбейеді. Әкімдік жыл сайын жою жұмыстарын жүзеге асырылады. Тұрғындар да эко-қолдау мобильді қосымшасы арқылы полигондарды хабарлай алады. Келесі қарастыратын мәселелер бұлар бізде су ресурстары мен энергия көзін ысырап етпеу. Су ресурстарын ысырап етпеуге біздің өзіміздің мектеп ауласында ұйымдастырылған тамшыландыру жобасын алып қарастырсақ болады. Осыдан 5 жыл бұрын мектебіміздің ауласында тамшыландыру жобасы жүзеге аспай тұрып, осы ауланы суару үшін біраз көлемде қаржы жұмсалатын болған. Ал 5 жылдан кейін қазіргі таңда тамшыландыру жобасымен қаржының көлемі бірнеше есеге азайып, ауламыз көркейіп өсіп тұр. Ал энергия көзін ысырап етпеуге бізде күн панельдері ұйымдастырылған. Күн панельдері қазіргі таңда күн сәулесін энергия көзіне алмастырып, энергия көзін ысырап етпеуге өз септігін тигізеді. Келесі қарастыратын мәселеміз бұл бізде ойланбастан тұтыну және де адам денсаулығына зиян келтіру. Ойланбастан тұтыну деп біз қоғамда кеңінен таралған энергетиктер, газды сусындар, тәтті тағамдарды жатқыза аламыз. Бұлар адамды ауыр салмаққа және де жүрек ауруларына, қант диабетіне алып келеді. Олардың құрамында консерванттар, дәм күшейткіштер және де бояғыштар көп кездеседі. Ал қоғамда кеңінен таралған тағы да бір проблема бұл бізде темекі, есірткілер. Келесі бұл бізде қоғамда әсіресе жастардың арасында кеңінен таралған электронды темекілер. Олар өкпе, бауыр, ми жүйелерін зақымдайды. Темекі шегу өкпе рагының басты себебі болып отыр. Ойланбастан тұтыну бұл жалғыз қоршаған ортаны ғана емес, өзіміздің денсаулығымызға да зиян келтіреді. Ал саналы түрде тұтыну денсаулықтың және де ұзақ өмірдің кілті. Келесі қарастырып отқан мәселеміз бұл бізде қайта өңделмейтін қаптамаларды бақылау сөндіру. Мұндай қаптамалар қоршаған ортаға сонымен қатар адам денсаулығына үлкен зиянын келтіреді. Бұндай қаптамалар табиғатты ұзаққа дейін ыдырамайды және қайта өңдеуге келмейді, қоқыс көлемін көбейтіп тұрады. Ал бақылау сөндіру дегеніміз бұл бізде экологиялық талаптарға сай емес өндіру және де тұтынушының эко-санасыз тұтынуының әсерінен пайда болады. Мұндай әрекеттердің алдын алу үшін біз өндірісті реттеуіміз және де халықты экологиялық сауаттылыққа баулуымыз қажет. Сексеуіл кентінде 12 шақырым жерде орналасқан осындай күн көзінен қуат алатын күн панельдерінің куәсі болдық. Олар осындай ауылдық жерде тұратын адамдар үшін өте тиімді құрал. Бұл мәселелердің барлығы әлеуметтік тәрбиенің бұзылуына алып келеді. Бұлардың шешімі тәрбие, білім, заң және технологияның үйлесімі болып табылады. Әрбір адам осы жүйенің кішкентай бір бөлшегі. Кішкентай өзгерістерден үлкен нәтижеге қол жеткізуге болады. Қоқысты бөліп тастау, денсаулыққа мән беру және де энергия мен су ресурстарын ысырап етпеу, бұлардың барлығы болашақта үлкен өзгерістерге алып келеді болады.